Қайтыс болған ата-анамыздың немесе бауырларымыздың атынан ауыз ашар берсек қалай болады? Сауабы соларға барады деп жатады. Бұл қаншалықты дұрыс? Бұл құпталған сауапты амалдар. Мысалы ретінде мен, Аллаға шүкір, қазір әке-шешеміз тірі, бірақ уақыттың келуіменен немесе біздің ата-әжелеріміздің атынан мен ауыз ашар беретін болсам, құпталған мәселе, бірақ олардың атынан жасалынатын амал ретінде тек қана осындай құдай тамақ, ауыз ашарды ғана деп ойлап қаламыз. Ол кісілердің атынан жасалынатын басқа да амалдар бар. Мысал ретінде міскіндердің қарнын тойғызу, жетімдерді қуанту, күйеуі қайтыс болған отбасыларға әлеуметтік көмек беру деген секілді мәселелер, жағдайын жасап беруді, сондай бір амалдарды жасасаңыз да, сол кімнің атынан ниет етіп жасап жатсыз, ол иншалла сауабы барады деген үмітіміз, сеніміміз бар. Ал енді ауыз ашар бұл да болатын мәселе, бірақ бізде соңғы кезеңдерде жасалынып жатқан ауыз ашар болсын, құдай тамақ болсын, мақсаты ол өзінің абырой үшін, тіпті ол жерге келетін адамдардың да сіз қойған дастарханнан жей алатын тамақты жағдайы жетеді. Сіз тамақ берсеңіз де бермесеңіз де ол адамдардың несі күн өтіп жатыр. Сол себепті егер біз Алла үшін дастархан жаятын болсақ, ол кезде ол дастарханымыздағы қонақтардың басым бөлігі міскін адамдар болғаны жөн. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, дастарханның ең жаманы ол байлары шақырылып, кедейлері шеттетілген дастархан деп айтады. Яғни мен 50 адамға үйде құдай тамақ берем, бірақ сол 50-дің 45-і кім болады? Менде өзіме пайда беретін адамдар, өзім бандай бір мүдделестерім, қалған 5-еуі осы көрші-қолаң, ал әлеуметтік жағдайы төмен болған адамдардың барлығы не істейді? Олар қызметте жүреді, шайдың басында, тамақтың басында болып қалады. Өкінішке орай, қазір басым бөлік Алла үшін жайылып отқан дастархандардың басым бөлігі осындай болып табылады. Сол үшін Алла үшін беріп жатсыз ба, шынайы жасау керек. Яғни бір нәрсенің қабыл болу үшін екі мәселе дұрыс болу керек. Мен садақа беретін болсам, бірінші тапқан дүнием адал жолмен келген болу керек, және де ол беретін нәрсемді адал болу керек. Мысалы ретінде мен Алла жолында 10 000 теңге садақа беруім мүмкін, бірақ мен ол 10 000 теңгені ұрлап алған болуым мүмкін. Бұл не істейді? Бұл садақа қабыл болмайды. Екіншісі бар, мен адал жолмен тапқан ақшама бандай бір литр шарап алдым, немесе Алла тағала тыйым салған, мысалы доңыздың етін алдым, соны садақа етсем, бұл да болмайды. Яғни келу жолы да, берілетін нәрсенің өзі де не болу керек? Адал болу керек. Тура сол секілді Алла үшін дастархан жайып жатқаннан кейін, Алла үшін жаятын дастарханымыз біріншісінен адалынан болу керек. Дастарханның жейілетін тамақтар да адал болу керек. Ал одан кейін келетін адамдар да Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бана ескерткендей, ең жаман дастархан болып қалуынан сақтануымыз керек.